Шахмұрат Ордабаев, танымал дубляж режиссері. Қалибек Қуанышбаев атындағы ұлттық музыкалық драма театрының актері. 2018 жылғы Серпер жастар сыйлығының лауреаты. Ол әлемдік киноиндустриядағы көптеген танымал туындыны қазақ тілінде дыбыстап, ана тіліміздің дамуына және қазақ көрерменінің сапалы контентке қол жеткізуіне айрықша үлес қосып келеді. Оның жетекшілігімен қазақша сөйлеген фильмдердің қатарында Аватар су жолы, Алладин, Арыстан патша, Галактика сақшылары, Коконың құпиясы, Ой жұмбақ, Моана және тағы басқа танымал туындылар бар. Шахмұрат Сайлаубекұлының басты мақсаты шетел туындыларын қазақ тілді аудиторияға сапалы әрі көркем түрде жеткізу. Осы бағытта ұжымымен бірге аянбай еңбек етіп, әлемдік туындыларды ана тілімізде сөйлету арқылы қазақ тілді контенттің өрісін кеңейтуге атсалысып келеді. Маңызды басты айтыла кету керектігін жайт көп жағдайда көп ақпаратты қалып қойып жатыр. Дубляж бұрыннан бар Қазақстанда. Совет одағы кезінен бар. Ол тек бір үзіліп, бір жалғасып сөйтіп келе жатыр. Сондықтан біз бала кезден көріп келе жатқан фильмдер сапалы түрде, телеарналарда, кинотеатрда көрген фильмдер сапалы түрде көбіне дыбысталады. Соның бір нәтижесін көріп, қызығып, фильмнің мән мағынасын түсінеміз. Ол үнді фильмі, шетел фильмі болса да құлағымызға жағымды, жақсы, сапалы түрде жеткізіледі. Тек бәрі бірдей қазақша емес әрине. Көбіне орыс тіліне келеді. Сондықтан осы дубляждың үшінші толқыны қайта жанданған кезде, кинотеатр форматында фильмдерді қазақшаға дыбыстау мүмкіндігі пайда болған кезде, мен кәсіби актер ретінде бұндай мүмкіндікті өткізіп алмайым деген шешімге келіп, кастингтерге қатысып, мейлінше өзімнің актерлық біліктілігімді көрсетуге тырыстым. Бірінші жобаға іліккен соң, жалпы бұл үлкен болашағы бар өнер жанры деп өзім түсінгендіктен, осыдан бет алмадым. Бас аяғы дубляжбен айналысып, арнайы оқитын мамандардан дәріс алып, режиссураға дейін жетіп, бүгінге дейін осы дубляжбен айналысып келемін. Не себепті келдік десек, мен бұдан бір шынайы жақсы болашақ сездім. Дубляждың болашағы мол, оған мен өз үлесімді қосалам, қосқым да келеді. Және қазақ тілді дубляждың басқа елде жүріп жатқан, жасалып жатқан сапалы дубляждан кем емес екенін дәлелдеу. Бұл менің бір кішігірім мақсатым. Бұлар бөліп жарылатын нәрсе емес, бір-бірімен қабысады. Тілдің тазалығы міндетті түрде. Қанша жерден қандай шетелдік дүние болмасын, қазақша баламасы бар, қазақша аудармасы бар, кез келген сөздің, кез келген ұғымның, тіпті мақалдап сөйлесек те жеткізе аламыз. Сондықтан тілдің тазалығы, тілдің мәні және мақамы сақталу керек, қазақ тілінің мақамы. Бұл басты талаптардың бірі, әрине. Сонымен қатар әртістің де қабілеті, әртістік қабілет, оны ойнату, оны қазақшалап жеткізу, оны әртісше, актерша ойната білу, бұл да бір әрине маңызды талаптардың бірі. Ал техникалық талап ол енді, оны мен қоймасам да, оны менің әріптестерім музыкалық дыбыс режиссерлері сондай бір талап қояды әрине. Бірақ одан бір ешқандай тапшылық көрген емес біз. Техника жағынан біздің мамандар жетік, мықты. Шетелде қандай техника болса бізде де сол бар. Сондай маман бар. Біз сол әлі тіл мәселесіне келгенде әлі де сәл әлсіздеу болып тұрмыз. Бұл енді күшіре түзеледі демекші, әлі де жұмыс істейміз былайша айтқанда. Disney компаниясының өзінің ішкі саясаты бар. Бұл отбасылық компания, бұлардың негізі, ол басқа да компаниялардың иесі болғанмен де, Disney компаниясының негізі ол отбасылық контент. Америка құрама штаттарында ол тек қана фильм шығару, фильм өндіру емес, сонымен қатар отбасылық өнімдерді де жасау. Тіпті отбасылық демалыстарды да ұйымдастыру, арнайы тематикалық демалыс парктері бар, тіпті телеарналары бар, радиолары бар, мектептері бар. Жан-жақты қамтыған, жан-жақты дайын компания болғандықтан олардың ішкі саясаты болады. Disney компаниясының қызметкер ретінде болмаса сол компанияның уәкілі ретінде ешқашан бір бойында оның бір
былайша айтқанда бэкграундында жаман оқиғасы бар адам қатыса алмайды, жұмыс істей алмайды. Былайша айтқанда іс-әрекеті де жөнді түзу болу керек деген сияқты. Сонымен қатар Disney компаниясының жоғарғы талаптарының бірі ол міндетті түрде орындаушылық, актерлық шеберлік, әуезділік, әуенділік. Өйткені олар музыкалық туындыны көп жасайды, оларға деген талаптары жоғары. Кастингтер жасаған кезде өте жоғары талап қояды. Көп әріптестеріме қатал нәрсе болып көрінуі мүмкін, бірақ меніңше бұл талаптың арқасында біз де өсеміз, мамандар да өседі, әртістер де өседі. Осы Disney фильмдерінің қазақша дыбысталған қаншама бірқатар әртістер бар, тіпті бірқатар бір ұрпақ өсті де. Кезінде Немоны дыбыстаған жас бала қазір үлкен студент жігіт. Сондықтан бұл бізді өсіреді де. Кәсіби мамандардың өз жұмысына үлкен жауапкершілікпен қарауы, осы құқық иеленуші компанияның да бір талапшыл болуы бұл бар. Талап міндетті түрде қойылады, талап жоғары. Олар өкінішке қарай тілімізді білмесе де арғақты түсінеді, сапалы дыбысты түсінеді, әртістің орындауын түсінеді. Былайша айтқанда ымдап біз көп нәрсені түсіне аламыз. Тіл түсінбесек те оның жаңағы энергиясына, дауысы шығарып жатқанына қарап, не туралы ұрсып жатыр ма, мұңайып тұр ма, соны түсінеміз ғой. Сондықтан олар да былайша айтқанда ымдап біздің тілімізбен таныс. Және біз жалпы қазақстандықтар, қазақтар әнші халық болып есептелеміз Disney компаниясы үшін. Қайсысы бір музыкалық жоба жасалса да, оның бәрі бір жоғары деңгейде жасалады, және бізден үнемі сондай бір жоғары деңгейді күтеді. Осыдан бір 10 жыл бұрын бәлкім біз әлі сынақтан өтіп едік. Қазір бізге жақсы сенім бар. Осы жылдардың ішінде өзімізді жақсы маман, жақсы мемлекет, өте жауапкершілігі мол дубляж мамандары ретінде өзімізді дәлелдедік. Сондықтан талаптар қойылған сайын сол талаптан асып жақсы дәлелдеп келе жатырмыз өзімізді. Бұл енді таза актерлық жұмыс қой. Актерлық мамандық негізі. Дубляж актері деген мамандық жоқ. Радио актері, кино актері дегенде мамандық жоқ. Негізгі мамандықтың түбірі актер. Актерлық шеберлік. Сондықтан актерлық шеберлік дәрісі бойынша өткендер, болмаса өнер университеттерін, белгілі бір жаңағы ұстаздардың шеберханасынан өткен мамандар бұның жолын біледі. Сахна тілі, жаңағыдай деммен жұмыс жасау, артикуляциямен жұмыс жасау деген сияқты бір белгілі бір сабақтар бар, дәрістер бар. Ол әжептәуір ұзақ процесс. Ол 1-2 айдың ішінде оқып үйреніп алатын нәрсе емес. Мамандар, мықты әртістер оған көп уақыт, көп қуат, ақша, күш жұмсайды. Сондықтан бұл оңайлықпен келетін дүние емес. Әрине, енді мамандар бір бөлек, бірақ сөйте тұра дарын деген нәрсе тағы бар. Әрине, бойында дарыны бар, қызығушылығы бар. Әуесқой дубляж мамандары келіп өз жаңағы бақтарын сынап жатады, олар да бір кейбір рөлдерге өтіп жатады. Бұрындары осыдан бәлкім 20 жыл бұрын кәсіби маман болмасаң сені жолатпас еді. Қазір заман өзгерді, қазір бәрі де ашық, сондықтан мен де өз басым ашық қараймын ондай нәрсеге. Кәсіби маманды да көруге қашанда қуаныштымын, оған қойылатын талап әрине қаталырақ, өйткені ол өз ісін біледі, ол оқыды. Ал әуесқой жас дубляжға қатысам деген адамдарға да есік ашық, тек өзіндік жұмысты зерттеу арқылы біз жағдай бір іріктеу жасаймыз. Сондықтан талап көп қойылады, әртүрлі жаттығулар жасалады, оның қай-қайсысын түсіндіріп жатсақ оған уақытта жетпейді. Әйтеуір ең бастысы осы іске адал болу, қызығушылық мол болу, тілдің тазалығы. Осының өзі жеткілікті бастапқыда. Ары қарай сол осындай бір кішігірім қабілеті бар адамды фильмге шақырып, біз былайша айтқанда үйретеміз десек болады. Азғантай уақыттың ішінде бір фильмді дыбыстаудың өзі бір әжептәуір мастер-класспен тең. Бұл әжептәуір күрделі сұрақ. Ақатай Сабира ол осы жобаға не үшін шақыртылды? Біріншіден ол матч, 100% осы жаңағы Джуди Хопсқа жарасатын әртіс. Бірақ дубляж саласының ішінде осы Джуди Хопсқа лайық келетін әртістер аз емес. Мәселе тек одаған емес. Сабира әртіс ретінде де жарасып тұр, сонымен қатар Сабираның ашығын айту керек өзіндік аудиториясы бар, көрермені бар. Ал дубляж осы 3-ші толқын болған күннің өзінде де дубляж әлі де ілгерілеп, әлі де көрерменге жете алмай жатқандықтан
біз мейлінше жан-жақты құралдарды қолдануға тырысамыз. Бұны қулық дер бәлкім біреу, бұны әділетсіздіктер бәлкім біреу, бірақ бұның барлығы өз қалтамызды кеңейту, өзімізге мадақ жинау үшін жасалып жатқан дүние емес. Неғұрлым көбірек көрермен осындай нәрсенің жасалып жатқанын көрсе екен, кинотеатрға барып қазақшасын тамашаласа екен, осыны тыңдаса екен деген оймен жасалған дүние. Біз одан бір байып қалғаным, болмаса бір беделім өсіп қалғаны шамалы, мәселе ода емес. Бұл біздің бара жатқан тәуекеліміз. Және ол тәуекелдің ішінде де біз енді бойында дарыны жоқ, әлсіз адам шақырмаймыз. Соның ішінде де іріктеліп келген Сәбира. Өйткені Сәбира бұған дейін фильмдерге көп қатысқан, оның үстіне ол таза қазақ тілді контент жасайтын кісі, ол қарындасымның тілі өте таза, ол тіпті актерлық энергиясы тамаша, және оның скетчтерін TikTokта, Instagramда жасап жатқан видеоларын көріп, оның бойындағы актерлық қабілетінде содан да жақсы түсінесің, сол арқылы танысасың. Ол да бір аяқ асты кере салған дүние емес. Бірінші кезекте оның оқырмандары ғана емес, бірінші кезекте оның актерлық қабілеті, сонымен қатар оның оқырманы. Дубляж саласындағы, кино саласындағы жүрген көп мамандар, былайша айтқанда академиялық мамандар, бұрыннан келе жатқан мамандар бұндайды қолдамайды. Кино мамандары да қолдамайды. Блогерлер қазір көп нәрсеге араласып жатыр. Блогерлер киноға да араласты, басқасына да араласты, психологияға да араласты деп сын айтып жататыны бар. Бірақ біз мейлінше зиян келтірмейтін амалын табамыз, әрине. Блогер екенде біз кез келген TikTok'ты бейбелеп отыратын адамды шақыра алмаймыз. Біз солардың ішінде менің өзімнің талабым, ең құрғанда, солардың ішінен ең тәуірін, фильмге деген зиянды келтірмейтін, көрерменге шынайы бір месседж жібере алатын, қазақ тілін қастерлейтін адамды шақыруға тырысамыз. Осындай бір месседжіміз бар. Сондықтан бұл осы үшін жасалып жатқан әрекет. Сезілмейтін дубляж. Фильмді тамашалауға келген көрермен Сәбираның Сәбира екенін басында тек 10-15 минут қана сезуі мүмкін. Ары қарай оның Сәбира екенін, басқа біреудің әлем екенін, басқа біреудің Ділназ Ахмадиева екенін сезбей кету керек. Сапалы жасалған дубляж әрдайым осы адамның өзінің бойындағы болмысын шығару емес, фильмнің көркемдік негізі бойынша жүру. Яғни сіз фильм тамашалағанда мынау былай дыбыстады, мынаның мынандай нәрсесі бар екен, мен мынаны танып тұрдым, фильмнің басынан аяғына дейін осы адам менің көз алдымда тұрды деген, ол дубляждың әлсіз болуы, былайша айтқанда ол провал. Сондықтан сапалы дубляж ол білінбейтін дубляж. Жақсы жасалды, сіз бір естігеннен Сәбира туралы ойладыңыз мәселен, бір көрдіңіз. Одан кейін сіз ол қоянды көрген сайын көз алдыңызға Сәбира келген емес қой. Сіз ары қарай фильмнің желісіне кіріп кеттіңіз. Сіз оны Джуди Хопстың тағдырын уайымдадыңыз деген сияқты. Сондықтан жақсы сапалы жасалған дубляж ол сезілмейтін, ешқандай бір жатырқаушылық оятпайтын көрерменнің бойында, және фильмнің желісінен тыс басқа ойларды тудыртпайтын дубляж. Осы жақсы дүние. Әрине, 100% олай болуы мүмкін деп айту қиын, өйткені бәрібір де шетел фильмі қазақша сөйлеп жатқанға көрермен көп әлі үйренбегендіктен кішкене жатырқауы мүмкін. Маған мысалы Леди Гаганың қазақша сөйлеп жатқаны біртүрлі көрінеді деуі мүмкін. Оған жатырқайды, адам ең бірінші алған әсерін сақтап қалады, және сол туралы пост жазады, трецке салады деген сияқты мәселе болуы мүмкін. Бірақ десе де, шын мәнінде фильмді басынан аяғына дейін тамашалап барып қана сол туралы пікірді айтуға болады. Бірінші 5-10 минут деген ол көрсеткіш емес. Фильмнің қанша дегенмен көркемдік желісі де бар. Ол да бір 5-10 минутта ашыла қоймайды. Және ол отбасылық дүние болатын болса, қасыңызда отырған ініңіз, қарындасыңыз, мысалы 6+ деп тұрса, сол 6-дан асқан 10-11 жасар бала түгел бас аяғы түсіну керек. Кейіпкер туралы айту қиындау, өйткені кейіпкер әртүрлі. Біріне бірі ұқсай беретін фильмдер ондай көп емес. Сондықтан ішіндегі кейіпкер бас аяғы жыпылықтап жүгіріп жүрсе де, оның айналдырып қосқандағы сөзі аз болуы мүмкін. Өйткені ол мысалы бірең-сарың төбелесіп тұрса. Сондықтан әрине кейіпкер осынша күнде жазылады, бәленше осынша күнде жазылады деп айту қиындау. Бірақ былай айтайын, музыкалық емес жобалар шамамен, өзім дубляж режиссер ретінде музыкалық емес жобаларды
бас аяғы жасап аяқтау үшін 1 айға дейін уақыт кетеді. Бас аяғының ішіне мәтінмен жұмыс жасау, әртістерді іріктеу, фильмді барлық кейіпкерлерді жазып шығу, қосалқы кейіпкерлерді жазып шығу, көпшілік сахнаны жазып шығу, және осы дыбыстың барлығын жинақтау, осының барлығы шамамен 1 ай уақытта кетеді. Оның өңделуі, яғни сведение дейді, саунд мастеринг, ол шамамен тағы да, ол енді басқа маманның біліктілігіне байланысты, ол 1 аптадан 2 айға дейін кетуі мүмкін уақыт. Бұл музыкалық емес жобалар, яғни сөйлейтін драмалық туындылар деген сияқты. Ал ән айтатын жоба болса, оған тағы да 1-2 аптаны қосыңыз, өйткені дыбыстауға келген адам сонымен қатар ол әндерді де жазып шығу керек, болмаса арнайы шақыртылған әнші болуы мүмкін. Әндер бөлек айтылады, әннің мәтінін шығарушы қазақ ақын шақыртылады, жаңағы мақамына сай, рифмаға сай жаңағыдай өзінің жұмысын атқарады. Сонымен қатар көпшілік сахнада хор айтады, оған да уақыт кетеді. Сондықтан музыкалық жоба жай жобаға қарағанда қиынырақ, оған көбірек уақыт кетеді. Былайша айтқанда фильмді дыбыстау, мәтін аудару шамамен 1 ай. Бірақ сіз егер фильмді түсіріп болып, мінекей осыны бас аяғы дыбыстап беру керек, ішінде 8 әні бар, Шахмұрат, осыны дыбыстап аяғына дейін жасап беріңіз десеңіз, оған шамамен 2 айдай уақыт кетуі мүмкін. Негізінде бұл әжептәуір үлкен ұзақ тәжірибемен, үлкен алгоритмдердің нәтижесінде келген нәрсе. Өйткені, мысалы, Совет одағы кезінде технологиялар басқа болғандықтан фильмді дыбыстау қиындау болады. Қазір цифрлық технологиялардың арқасында бұл әрине әлдеқайда жылдамдатылды. Десе де, мысалы, жасанды интеллект болмаса, әуесқой студиялар болмаса, басқа дубляждың басқа технологиясы, ол мүлде тез дыбыстап шығарады. Мысалы, voice over деген дубляж бар. Ол ілеспе аударма, ауызба-ауыз түсу емес, ілеспе аударма. Сіз дыбыстап жатқанда ар жағында оригинал дыбысын естіп тұрасыз, ағылшын болмаса үнді тілін, кәріс тілін деген сияқты. Ондай дубляж өте тез жасалады, ол 2-3 күнде, 1 аптаның ішіне жасалатын әжептәуір тез жұмыс. Оның сапасы, оның талабы өзгеше болғандықтан мүлде басқаша жасалады. Сондықтан бәрі бірдей емес, дубляждың өзі түр-түрі бар. Соның ішіндегі ең күрделісі осы синхронный дубляж. Оны фильмді жаңа айтқандай 1 ай, музыкалық фильм одан да көп болуы мүмкін. Иә. Ол фильмнің желісіне, болып жатқан уақытына және фильмнің ішінде көрсетілген бейімделуге керектігін, болмаса керек еместігін жағдайға байланысты. Мәселен, фильмнің ішінде кейіпкерлер өзара сөйлесіп отырып, тек біз танымайтын америкалық шоу туралы әңгімелетсе, SNL шоу, Letterman деген сияқты біздің телеарналарды көбіне көрсетілмейтін, қызығушылығы жоқ жобалар туралы айтып жатса, біздің оны тура ол көркемдік желіге де байланысты, ол әншейін әңгіме үшін қосылып жатқан дүние болса, біз оны өзгертуімізге әбден болады. Өйткені Lettermanның болмаса SNL-дің, Saturday Night Live сияқты шоулардың қазақ тілді көрермен үшін ешқандай маңыздылығы да жоқ, атын да танымау мүмкін. Сондықтан мейлінше бізше бейімдейміз, олардың жазушылары туралы айтып жатса, оны да кішкене біз ықшамда өзімізге ыңғайлайтынымыз бар. Бірақ мәселен үлкен құбылыстарға туралы айтылып жататын болса, ол Америкада болғанмен де бізге де белгілі болып жатса, біз де онымен таныс болатын болсақ, және ол оқиға желісіне байланысты өте маңызды дүние болатын болса, оны әрине өзгертуге тыйым салынады. Өйткені ол желіге көркемдік идеясына кедергі жасауы мүмкін. Барлығы зерттеу арқылы келеді. 5 саусақ бірдей емес, 5 фильм бірдей болуы шарт емес. Әрқайсының өзінің месседжі, өзінің айтар ойы бар, сондықтан бірін бұзуға болады, бірін бұзуға болмайды. Бұл жағдайда зерттеу маңызды. Бұлардың барлығын жаңағыдай бір шелекке сап төге салу деген нәрсе емес. Мұның барлығы бір іріктеу, сараптау арқылы келетін дүние. Ең бастысы бұл жағдайда шетелдік тақырыпты қолданған кезде соның жетегіне еріп кетпеу. Яғни сөйлем құралымы бұл жағдайда белгілі бір месседжді айтатын болса, 3 сөзден құралатын сөз болатын болса, онда тура сол тізбекпен, сол қатар бойынша біздерде тұру керек деген нәрсе сияқты дүниеге еріп кетпеу керек. Қазақ тілінің заңдылығы бар қанша дегенмен. Бізде көбіне жаңағыдай сөйлем құралымы басқаша болуы мүмкін. Олардікі басқаша, біздікі басқаша деген сияқты. Сондықтан қанша жерден біз оны таза аударып жатсақ та, сол оқиға туралы айтып жатсақ та, мысалы Lion King, арыстан патша, ал орыс тілінде король лев дейді. Сол орыс тіліне ерген адам король лев дегенге қарап патша арыстан деп айтқызады. Солай айтқанымызды қалайды. Ал қазақ тілінің заңдылығы бойынша арыстан патша тілдік нормаға көбірек жарасады.
Бұл жерде біз орыс тілінің жетегінде кетпей, қазақ тілді формасын сақтауымыз шарт. Осындай жағдайлар кездесіп тұрады әрине. Бұл жағдайда тілдің нормасын аттау дұрыс емес. Тілдің нормасын аттау кезеңдері болады, ол кейіпкерге байланысты. Айталық, біз бір дөрекі, сауатсыз, бір варвар, қарақшы сияқты адамды достайтын болсақ, оның аузынан да бір ақ ит кіріп, көк ит шығып, екі сөздің басын қоса алмайтын адам болатын болса, бізде оған да тілді бұзыңқырап көрсетеміз. Бірақ осындай бір месседждер болатын болса, онда заңдылыққа әрине еру керек. Біз ешқайсымыз да одан арылған емеспіз 100%, өйткені қанша дегенмен басқа тілдің боданында, басқа тілдің әсерімен жүргендіктен, ол оңайлықпен одан адам арыла қоймайды. Сондықтан біз әлі де, біз ғана емес, жалпы бұқаралық ақпарат құралдары да, басылымдарда, тіпті балаларымыздың қолдарында тұрған оқулықтардың ішінде де өте жиі кездесетін біздің бұл қателік деуге болмайды, бұл тілдің әсері. Калькадан 100% арылдық, калька бізде жоқ деп айтатын адамды табу қиын қазір. Өйткені тілдің біздің санамызға әсер етуі, әсіресе қазақ тілінен басқа тілдің әсер етуі, ол айналадағы медианың қолжетімділігіне байланысты ғой. Сіз мысалы балаңызға қазақ тілді контент көрсетесіз, іздеп YouTube'дан. Сөйтіп тұрғанда бір қазақ тілді контентке 100 000 орыс тілді контент шығып тұрады. Онымен әрине жарысу қиындау. Сондықтан әрине барлығын бақылап отыру да қиын. Сондықтан басқа тілдің әсер етуі бар. Бірақ олай екен деп оған да қол сермей салу болмайды. Онымен күресу керек мейлінше. Сондықтан бұл жағдайда меніңше тіл маманы бірнеше болу керек. Бір-бірімен сөйлесе отырып, сөйлесу арқылы оны мейлінше қазақландыру керек. Бұл әзірше біздің тапқан тәсілдеріміздің бірі. Әрине ең дұрыс тәсілі ол фокус группа жасау. Фильмді көрермен бір 10 шақты, 100 шақты көрерменге бір көрсетіп олардың пікірін алу. Бірақ ол ондай қолжетімді емес, өйткені біздің жасайтынымыз эксклюзив фильмдер, Аватар сияқты фильмді сен әлем көрсетпес бұрын, бір ай бұрын тіл мамандарына көрсете алмайсың. Сондықтан сондай бір тәуекелге баруымызға тура келеді. Бұл жерде мынадай нәрсені түсіну керек. Кино тілінің маманы, ол жалпы тіл маманы емес. Жалпы тіл маманы, кітап аударушы, филолог, қазақ тіл танушы адам және кино тілінің, яғни кино сценарий тілінің маманы екеуі екі түрлі кісі. Кино тілінің маманы, ол әрине тілдің де маманы, оны да түсінеді, былайша айтқанда біздің заңдылықтарымызды түсінеді. Сөйте тұра, фильм деген фильмнің ішінде тұрған кейіпкердің барлығы бірдей делік филолог емес қой. Сондықтан кино тілінің, кино мәтінінің маманның жұмысы фильмнің оқиғасын зерттеу. Кім сөйлесіп тұр? Патшамен малай сөйлесіп тұр ба? Генералмен уәзір сөйлесіп тұр ма? Түсініп тұрсыз ғой. Көшедегі базарда сатып жатқан, сауда жасап жатқан адам сонымен бірге қаншайым сөйлесіп тұр ма? Олардың сөйлеу тәсілі әртүрлі болады. Ғалыммен бір кедей адамның сөйлесу тәсілі әртүрлі болады. Сонымен қатар оның бэкграунды қандай? Ол соғыстан өткен адам ба? Ол бәлкім профессор болған шығар. Жоқ әлде ол ешқашан еш нәрсе көрмеген, тек қамауда отырған адам шығар. Олардың сөйлеу түрі тәсілі әртүрлі болады. Фильмнің авторы мейлінше соны жеткізеді, бірақ олар да енді поп-продукт болғандықтан, олар да былайша айтқанда бәрінен ыңғайлығып жеткізеді. Бұл жағдайда кино тілінің мамандары, мәтін үйлестірушілері сондай бір өзіндік кішігірім зерттеу жасайды. Кейіпкер кішкене әлсіздеу болса, оған сондай лайық сөз сөйлейді. Сондықтан кино дубляжында жалпы тіл маманы үшін қателіктер болуы мүмкін. Қазақ тілінде бұлай сөйлемейді, қазақ тілінде бұлай айтылмайды деуі мүмкін. Бірақ мәселе алдыңызда тіл маманы болмаса, ұстаз бірмесе қазақ тілі туралы TED лекциясы емес қой. Алдыңызда кейіпкер, оның биографиясы басқаша болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде сол шетелдік кейіпкерді қазақша сөйлету арқылы оны қазақ тілінің әртүрлі деңгейіне салу. Әртүрлі деңгей. Тілімізде әртүрлі эволюциядан өтеді ғой. Бізде де көшеде сөйлеп жүрген адамның ауызекі тілінің өзінің мыңдаған түрі бар. Соның ыңғайсысын тауып алу. Сондықтан бұл жерде кез келген тіл маманы, енді көп мамандар жазады, мен аудармашымын, тобыңызға кірейін деп, бірақ
өкінішке қарай бұл жеткіліксіз. Олар киносценарий өнерін түсіну керек. Сонымен қатар фильмді тамашалаған кезде бізде монтаж бар. Фильм деген үлкен монтаж, күрделі монтаждан өткен процесс. Сондықтан ол жерде үлкен план, крупный план, middle план, общий план, переход, жарық қайда түсіп тұр, кейіпкердің жүзі көрініп тұр ма, жоқ әлде желкеден сөйлеп тұр ма, артыдан сөйлеп тұр ма. Арттан сөйлеп тұрса, оның сөзін көбейтуге болады. Оның жағына да қарап тұрады. Сөйтіп тұра, ана кейіпкер қай сөзіне ілікті. Бәлкім желкесінен сөйлеп тұрған кейіпкер, "Ей, сен Джексон, қызыл көйлегімді жасылға боядың" дегенге, қызыл деген сөз ортасында тұрғандықтан, тура сол жерде мысалы қарама-қарсы тұрған кейіпкер қызыл деген сөзге реакция беруі мүмкін. Мынау не деп тұр деп. Сондықтан қазақ тілінде де тура триггер сөз тура сол жерде орналасуына да жауапты редактор. Сондықтан ол қазақ тілінің құралымында, аудармасында сол сөзді дұрыс жерге қою керек. Сосын сөйлесіп отырып you did this деп сөйлеуі мүмкін кейіпкер. Ал қазақ тілінде айналып келгенде ол сен деген сөз аяғында тұруы мүмкін. Мұның барлығына кінәлі сен, бірақ оған дейін қол көтеріліп тұр. Сондықтан қолға, әрекетке, демге, әрбір актерлік жасап жатқан іске мәтін үйлестіру үшін мейлінше соған да салу керек әрекетті. Мынаны көрдің бе деп тұруы мүмкін мысалы. Ал ол бейтіп сөйлеп барып, соңында мынаны көрдің бе десе, мына қол жараспай қалады. Сондықтан онымен де үйлестіру керек. Бұл құр аудармашылардың, енді кешіріңіздер, жұмысы ғана емес, сонымен қатар кино тілін түсінетін, сценарийді түсінетін, монтажды түсінетін адамдардың жұмысы. Фильмге байланысты. Ұлттық колоритті сақтау дегеніміз не? Ұлттық колорит екен деп оны көрінген нәрсеге талмаймыз ғой. Мысалы біз Ұлыбританияның патша сарайында болып жатқан, патшайымның Елизаветаның және оның ұрпағының арасында болып жатқан әңгімеге ұлттық нәрсені қоса алмаймыз, дұрыс па? Тек анда-санда мақалдап сөйлегеніміз болмаса, кез келген нәрсеге жаңағы қазақы нәрсені қоса беру де орынсыз болып кетуі мүмкін. Тілдің, меніңше, ұлттық нәрсені қоса берудің кері әсері болуы мүмкін. Тілді біз бір жақты ғана көрсете аламыз онда. Ал тіліміз әртүрлі болуы мүмкін. Мен мысалы сізбен қазір сауатты адам ретінде сөйлесіп тұрмын. Ал мен сізбен мүлде дүрек адам сияқты сөйлесе аламын да, қысқартып сөйлесе аламын да. Ол да әртүрлі ғой. Кейіпкеріңізге де байланысты. Сондықтан тілдің жан-жақты қырын көрсету керек. Тіпті бізге енді көп мамандардың ұнатпайтыны, ше, ғой деген сияқты көп артық сөздерді қоса беру, ол да бір тілдің өзіндік эволюциясы. Мен енді мысалы келтіре алмай тұрмын, кейбір региондарда мысалы дұрыс емес сөйлейді деп есептеледі. Бұлай айту дұрыс емес. Бұлай айту дәл осындай сөз тіркесі дұрыс емес деп айтады. Дейтір ол бар, оны қолданып жүрген адам бар. Оны бар болғанда сен оны дұрыс емес екен деп аузын жаба алмайсың ғой. Яғни тілдің ол да бір өзіндік эволюциясы. Онда киноға салуға әбден болады. Сондықтан бұл жерде тілдің қазақша болуы маңызды. Ал қазақ тілі әртүрлі болады. Осыны мойындау керек. Шындап келгенде әріптестеріме айтарым, телеарналардағы әсіресе әріптестеріме айтарым. Мойындауға болады. Не істеп жатсың деу мысалы қате болып есептеледі. Не істеп жатсың деп тұрған кейіпкерге содан артық сөз келмейді. What are you doing деп жаңағыдай әрең ұйқыдан тұрып жатқан адамға сол ғана ол ұйқыдан тұрып жатып не істеп отырсың демейді. Ұйқыдан жаңа оянған кейіпкер. Ол сол жағы бетін сипап отырып әйтеуір дегенде бірдеңе айтады. Сондықтан одан артық сөз келмейді. Бұл тілдік нормаға сәйкес келмесе де, ол өмірлік тілге сәйкес келеді. Сондықтан қазақландыру ол өмірдегідей сөйлеу мейлінше. Ол тек жаңағы балаларға арналған контентке қатысы жоқ. Өйткені балаларға арналған контент тәрбиелік мәні бар. Кез келген балаларға арналған контент, бала оны тыңдап отырып, сол сияқты сөйлеуге тырысады. Бұл жерде сен мейлінше балаға ой саласың, мейлінше үлгі көрсетуге тырысасың. Ал ересектерге арналған контентте еркіндік бар. Райлидің санасында болып жатқан дүние ғой, ал Райлидің жасы 14-те. Олар сөйтіп сөйлейді, қазір шайып жүрдің ғой, шайып тастадың ғой. Олар бұдан да басқа сөздер айтады. Менің естігенім сол. Егер ол анасының санасы болса, құрттың ғой дейді, бүлдірдің ғой дейді. Ал баланың санасындағы қуаныш шайдың ғой дейді, шайып тастадың ғой дейді, құрттың ғой дейді, төбет еттің ғой дейді. Жаңағы өзінше сөз ұқсатады. Соны мейлінше біз қазақша тапқандағы баламыз ғой, ол бар. Сондай көбіне қосуға тырысамыз негізі. Ол қазақша болу керек, ол күлкілі нәрсе біздің тілде де күлкілі болу керек. Өйткені эмоция соған жасалған, жаңағы аниматорлар сол үшін бұны салды. Олардың еңбегінде бағалау керек.
эмоция беру күрделі нәрсе емес. Артикуляция да күрделі нәрсе емес. Актерлық дәрістен өткен адам үшін тіпті де күрделі емес. Бұл жерде дұрыс әртіске бағдар беру керек. Меніңше фильмді әртіс режиссерсіз дыбыстау қателік. Режиссер бағдар беру керек. Өйткені әртіс тек өзінің сахнасын дыбыстауға келген, өзінің бір кескіндерін ғана дыбыстауға келген адам, ол фильмнің бас аяғын білмеуі мүмкін, өмірде бір-екі рет көрсе де ол жеткіліксіз. Режиссердің қолында мәтін, ол оны бас аяқ оқып шықты. Режиссердің негізі ағылшын тілінде білген абзал. Ол фильмді оған дейін актерға ұсынбас бұрын бірнеше рет көріп, маңызды сәттерін тауып, соның кілтін де тапты. Сондықтан бұл жағдайда меніңше режиссердің дұрыс бағдар тапсырма беру арқылы әртістің қабілетін ашуға болады. Бұл жағдайда ешқандай бір қиындық болмайды. Әртісті де босқа қинамай, жаңағыдай айналдырып біресе былай деп емес, ең дұрыс төбетерін айту, осылай болу керек. Мына жерде мынаны білдіріп тұр, ол мынаны айтқанмен мынаны меңзеп тұр. Бұл жерде сен айғайла, бірақ шамамен бұл айғайлағаның жеткіліксіз, ана көрші екінші қабатта тұрған Алеша есту керек дауысыңды деген сияқты тапсырма қойылса, дұрыс қойылса, әртіс керек нәрсені жасайды. Кейбір адамның қолынан ол нәрсе келмеуі мүмкін, онда қинаудың да қажеті жоқ. Бұның барлығы кастинг кезеңінен басталады. Адам іріктеген кезде, рөлге ұсынған кезде, таңдаған кезде, осының қолынан келеді-ау деп іріктеу керек. Әйтеуір дауысы ырғағы әдемі екен деп таңдау дұрыс емес. Бұл жағдайда тағы да бір айта кететін нәрселе бар. Диктор мен дубляж актері деген екі түрлі нәрсе. Тележүргізушілер, дикторлар, ЗКТ дыбыстарды дыбыстайтын адамдардың барлығы дубляжға жарай бермейді. Олардың тапсырмасы, олардың мақсаты мәтінді түсінікті қылып жеткізу. Дикторлар тек мәтінді түсінікті қылып жеткізеді. Дубляж актері мәтінді түсінікті қылып жеткізбейді. Дубляж актерінің мақсаты басқа. Мәтінді қалай орындады, сол деңгейде орындап беру. Орындаушылық, оқу емес, орындаушылық. Екеуі екі түрлі нәрсе. Диктор мамандар кішкене реніш білдіріп жатады, біз дубляжға шақырмайсыз, болмаса іріктеуден өтпейміз деп. Бұның жауабы анық. Бұл жерде әдемі анық сөйлегеннен гөрі әртісше ойнатып сөйлеу маңыздырақ. Белгілі бір деңгейде болады. Дыбыстауға келген актердің өз кейіпкеріне, дыбыстаудың кейіпкеріне табиғаты ұқсас болса, оның энергиясы сол кейіпкердің энергиясымен жақсы қабысып тұрса, ол айтып жатып, аяқ асты мынаны ойлап тапты, бүйтті, сөйтті, ондай нәрселер болып жатады. Көбіне бір кәсіби жақсы мамандарда болып жатады. Ол да сирек емес, кездесіп тұрады. Маған мынадай ой келді, бүйтіп көрсек қайтеді, былай жасап көрсек қайтеді. Онда тұрған түкте жоқ деп ойлаймын. Қатып қалған еш нәрсе жоқ. Тек импровизацияның бәрі жақсы, тек ол фильмнің негізгі көркемдік желісіне кедергі жасамау керек және мағынадан тыс болмау керек. Мысалы, сіз тарихи кино сөйлеп дыбыстап жатып, оның арасына біз жаңағыдай шайдың сияқты сөздің жарасу мүмкін емес. Сондықтан бәрі де орынды болу керек. Бәріне де орын бар, бәрі де орынды болу керек. Дубляждайтын жобаның бюджетіне байланысты ғой. Егер сіздің фильміңізді толыққанды жақсы Дисней дәрежесінде дыбыстайтындай қаражатыңыз болса, фильміңізге қанша адам түсті, басты кейіпкер, сонша әртіс шақырта аламыз. Солар, былайша айтқанда, сіздің талабыңызды орындайды. Ал сіздің мүмкіндігіңіз сол 25-38 адам емес, шамамен тек жаңағыдай 10-15 адамға ғана келетін болса, онда мейлінше жаңағыдай әртістің дарынды қабілетін пайдалана отырып, оны да жасаймыз. Бұл енді мен синхрон дубляж туралы айтып отырмын. Ал voice-over дубляжда, жаңағы телеарналарда жүретін, ол жерде таза әртістің қабілетімен жүреді фильм. Өйткені ол ілеспе аударма, сөйте тұра олар ойнатып үлгеру керек. Фильмді дыбыстауға келгенде 6 әртіс сериалдың ішіндегі барлық адамды дыбыстауға міндетті. Ол адамның ол әртістің әлсіздігінен емес, көп айтады, бір дауыстар кішкене ұнамайды бізге, осы дауысты мыңғырғырек естіреді. Ол неден пайда болған нәрсе? Ол әртістің нашарлығынан емес, телеарнаның мүмкіндігінің аздығынан. 6 адамды шақырталы фильмді дыбыстауға. Көрдіңіз бе? Ол фильмді дыбыстауға 15 адам, ол сериал дыбыстауға 15 адамға қаражат жететін болса, ол мүлде басқаша қабылданар еді. Сондықтан бұл таза қаржылық мәселе.
қаржы аз болғандықтан адам амалын тауып басқаша жаңағы дыбыстайды. Бірақ мойындау керек, дарынды әртістің қолынан көп дыбыс салу келеді. Бірақ бұл жерде де бір нәрсені айта кету керек. Мен кемпірдің дауысын саламын, мен баланың дауысын саламын деген нәрсе барлық дүниеге жараса бермейді. Белгілі бір компанияларға бәрібір, кіммен дыбыстасаң да, 4 адаммен дыбыстасаң да, оған бәрібір. Диснейдің талабы сода, баланы бала дыбыстау керек, қарияны қария дыбыстау керек. Мейлінше басты кейіпкерді дыбыстаған адам қосалқы кейіпкерге қайта келмеу керек сол фильмнің ішінде. Араласпау керек. Бұл бір фильмнің сапалық құндылығын сақтайды деген сияқты. Бұл да бір талаптардың бірі. Сондықтан қаражатқа да байланысты факторлар жеткілікті негізінде. Бұл жерде фильмнің жас талабына байланысты. +6, +3 отбасылық туындылар, ол жерде анайы сахналар көрсетілмейді, қан көрсетілмейді, кісінің өлімі, сондай нәрселер көрсетілмейді, мейлінше жабық көрсетіледі. Және фильмнің месседжі кішкене ортақ болады, анайы сөздер айтылмайды деген сияқты. Оның көркемдік негізі басқа болуы мүмкін. Сондықтан отбасылық құндылықтар, мейірімділік деген сияқты. Бұл жерде әрине сіз редактор, автор ретінде түп негізінің авторымен бірлесе отырып, сол кісінің жазған айтайын деген ойын көркем тілде жеткізуіңіз керек. Көркем тіл бола тұра, ол балаға да қолжетімді болу керек, балаға да түсінікті болу керек. Бұл жерде мәтін автор көбірек жұмыс істейді, менің ойымша. Өйткені бұл жерде көп ережеге сай болу керек, көп нәрсені бұзбау керек, сөйте тұра балаға қызықты болу керек, балаға түсінікті болу керек. Оның ішіндегі ән де балаға жатталатындай әдемі, ыңғайлы, қолайлы болу керек. Ал +18 R рейтингіндегі ересектерге арналған фильмдерде ол жерде біздің күнделікті ересек адамның өмірі, оның сөйлесуі, бұл жерде еркіндік көбірек. Былай айтылады, мен өмірде осылай сөйлеймін, жаңағыдай. Ол жерде де біз енді қазақшаға келгенде әлі де сыпайылап жүрміз, әлі де сипап жүрміз сол ақырын. Бірақ шын мәнінде жаңағыдай бас кесушілік, жаңағыдай қан төгіс сахналары болып жатса, ол автордың идеясы. Бұл біз одан жаман болып кетпейміз, оны қазақша дыбыстағанымыздан. Ол боқтаса, біз боқтағаннан біз көргенсіз бола кетпейміз. Біз тек автордың көркемдік идеясын білдіргіміз келеді. Өйткені фильм әртүрлі болады. Көрермен бәрін де көруге құқылы. Сол түрде. Мен қазақ тілді режиссермін деп, фильмнің Тарантиноның айтам деген ойын өзімше өзгертіп жұмсартуға хақым жоқ. Мен оның авторы емеспін. Мен сол кісінің қазақша айнасы болуым керек. Сондықтан мейлінше соны ашығырақ көрсетуге тырысамыз. Әрине, әрқайсының өзінің күрделілігі, ерекшелігі бар. Бәрі бірдей емес, жаңа айтқандай, анимацияның ең оңайы да болуы мүмкін, ең күрделісі де болуы мүмкін. Балаларға арналған отбасылық фильмдердің. Ересектерге арналған фильмдердің өте ақымағы болуы мүмкін, өте таязы болуы мүмкін, ешқандай ой салмайтын. Керісінше оның философиялық мәні өте күрделі нәрсе болуы мүмкін. Тіпті ол бір дін туралы, болмаса философия туралы ой қозғайтын болса, сол туралы әдебиетті оқуға тура келеді, сол туралы зерттеу жасауға тура келеді. Сондықтан бәрі бірдей емес. Фильм деген бір дайын тұрған бөлке нан емес қой, әрқайсысы әртүрлі. Сондықтан бұндай сұраққа бірден жауап беру, бір қысқаша жауап беру қиындау. Бәрі де зерттеу арқылы келеді. Шығармашылық топқа да байланысты. Мен өз басым, мысалы, дубляж продюсер ретінде әртүрлі студияларға фильм ұсынған кезде студияның мықты тұстарын түсінемін. Мысалы, мыналар анимеден мықты, дорамаларға жақынырақ, ал мыналар жаңағыдай Джейн Остин сияқты, болмаса классикалық туындыларға жақынырақ, ал мыналар Marvel, комикс, ал мыналар жаңағы Pixar, Disney деген сияқты. Әрісінің өзінің бір оң жаңбасына келетін жанрлар болады. Соларға сондай нәрсені ұсынуға тырысамын негізінде. Тұтынушының тілді таңдауы ғана. Өйткені біз жан-жақты дайынбыз, фильм дыбысталып жатыр, фильмдер дыбысталып жатыр, онлайн платформалар. Қазір айтатын болсақ, бірнеше платформа бар, мен біреуінде жұмыс істеймін. Freedom Media платформасы, Unico Play платформасы, шетелден келіп жатқан Кинопоиск, Мегого, Netflix сияқты көп платформалар ақырын қазақ тіліне қарай жылжып келе жатыр. Қазақ тілі жолақтарды сатып алып, болмаса дубляждарға тапсырыс беріп жатыр. Бұл неден? Яғни көрермен қызығады, қазақ тілі көрермен оған да барғысы келеді. Бірақ пайыздап есептегенде әлі аздау. Кинотеатрда да мысалы 90% орысша, 10% қазақша.
Ол неліктен? Кинотеатрдың жексұрын болғанынан, онлайн кинотеатрдың жексұрын болғанынан емес, көрерменнің талабы сода болып тұр. Яғни бұның болашағы тікелей көрерменімізге ғана байланысты. Көрермен соны таңдаған кезде, таңдау пайызы өскен кезде дубляжға деген талап та өседі, қызығушылық та өседі, бәсекелестік ортада кеңейеді, студиялар көбейеді, мамандар көбейеді, тіл мамандары көбейеді, кино тілін түсіне алатын мамандар да көбейеді. Сондықтан тікелей сұранысқа байланысты. Бұл таза бизнес, бұл жерде айтқанда. Сұранысқа ұсыныс демекші. Сұраныс көбейген сайын ұсынысымыз да көбейеді, ұсынған дүниеміздің сапасы да көбейеді. Әзірше біз енді былайша айтқанда енді бастап жатыр деп дұрыс емес. Дубляждың тарихы кеңінен. Ол бір үзіліп, бір басталып, қайта бір сүрініп, қайта оянып жатқан жанр ғой. Бірақ әйтеуір дегенде біз әлі де сол бір күрес кезеңінде жүрміз. Орыс тілімен салыстырғанда қазақ тілінде дубляж әлі күресіп жүр. Өз орны үшін күресіп жүр. Орыс тілі өз-өзін еркін сезінеді. Беймарал кинотеатрларда көрсетіледі, барлық жерде қолжетімді, тіпті қарақшылардың сайтында. Ал біз әлі сол күресу кезеңіндеміз. Өз-өзімізді дәлелдеу, көрермен үшін дәлелдеу кезеңінде. Сондықтан жағдай, шындап келгенде жағдайымыз мәз деп айта алмаймын. Қуантарлық жайттар бар. Көрермен таңдап жатыр, көріп жатыр, премьералар. Кеше ғана жаңағы Аңдар шаһары, Зоотопия әжептәуір қаржы жинады, шамамен 600 миллионға дейін қаржы жинады. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Одан кейінгі Аватар, Fire and Ash, от пен күл, ол да бір жақсы көрсеткіш болды. Биыл шығатын фильмдер, ол да бір үлкен хиттер, әйтеуір қызығушылық бар десе де, оның еселенгені біздің жұмысымызды өзгертер еді. Бұл кинотеатрдың әдейі көрермен үшін жасап жатқан қиянаты емес. Болмаса прокаттаушы компанияның да өйтіп ойлауы үлкен қателік. Әйтпесе кинотеатр оны мүлде қазақша сатып алмас еді ғой. Мен түсіндіре кетейін. Фильм қазақ тіліне дыбысталады. Жергілікті компания, Аскар Синема деген компания, бұрын Меломан деп аталатын, олар прокаттаушы компания. Олар бұған да әжептәуір қаражат салды, күш қабілетін салды. Және бұларға да, кинотеатрға да фильмнің көрермені неғұрлым көп болғаны жақсы. Олар өз-өзіне қарама-қайшы әрекет жасамайды. Әрине олар орысшаны көп қояды, өйткені 100% орысшаға көрермен келетін біледі. Ал қазақша бәлкім қойылды делік. Ең бірінші аптада фильмдер көп қойылады. Бірінші 4-5 күннің ішінде фильм көп қойылады. Сол кезде көрермен орыс тіліндей бірдей белсенділік танытпаса, қазақ тілінің сеансы азаяды. Бұл таза алгоритм. Сеанс ашылған кезде қазақ тілінде, орыс тілінде бірдей тұрады. Бірінші күндері әжептәуір жақсы толып тұрады. Енді 50-50 демесек те толып тұрады. Сол бар сеанстарға да көрермен келмесе, сеанс азаяды. Сеанс аз деп жазған адам көп болды. Бірақ сол аз сеансқа да бармай жатқан көрерменіміз бар. Мәселені сода көрмейсіз бе? Әрине, кинотеатрда өз күнін көру керек. Олың ішінде де қызметкерлер бар. Олар мысалы 70-те ең бірінші күндері 80-де 20, 75-те 25 қып қазақша орысша қойды. Бірақ сол қазақшаға өтінішке қарай бір сондай қатты кезек тұрды деп айту қиындау. Сондықтан белсенділік болса, сеанс та көбейеді. Мысалы біз осының мысал ретінде қазақстандық фильмдерді келтіретін болсақ, ол жерде жағдай мүлде басқаша ғой. Мысалы жақында келген Шыршалар фильмі, Ресейден келген Шыршалар фильмі, және сонымен қатар шыққан Дәстүр 2 фильмі, болмаса Ауру фильмі. Ешқандай бәсекелестікке, тілдің жарысына қарамастан қазақстандық туындылар рекордсмен атанды ғой. Алға шығып кетті. Ол фильм, мысалы, қателеспесем, Дәстүр бас аяқ қазақша. Ләм-мим деп ешкім орысша сөйлеген емес. Бас аяғы қазақша. Ол сол қасында тұрған орысша фильмнен озып кетті. Неге? Өйткені соған қатар тұрды, кезек тұрды, адам соған қызықты, көрді, таңдауда. Көрермен қазақ тілді дүниені таңдау керек. Бірақ көрерменді де кінәлау дұрыс емес. Көрермен оның мысалын аз көрді. Оған көбірек тәжірибе керек. Яғни ақырын осыған бір сенім білдіріп, тәуекелге бел буып, барып бір көріп, ол туралы пікірін айту керек. Ол да болып жатты. Соның арқасында Аңдар шаһары көп жинады. Бірақ одан да көбейсе екен. Соны көрген кинотеатрлар сеансын да өзгертеді.
Қазақстанда тұрған кинотеатр мен қазақ тіліне қиянат жасаймын деген ойды қуып келе жатқан жоқ, ешқайсысы сондай ақымақ емес. Заң бар бізді қорғайтын, тілдің де заңы бар қорғайтын. Ешкім тілге ондай қиянат жасау хақлы емес. Мәселе ода емес, бұл жерде көрерменнің шынайы таңдауында мойындауымыз керек. Көрермен осы жазған адам мыңның біреуі ғана. Маған балам ыңғайсыз, мен таңертең барып көрейін дедім, болмады, балам садикте кешке келдім, ыңғайсыз уақыт дейді. Иә, түсінем, ол болды. Сол ыңғайсызға икемделіп барып жатқан адамдар да бар. Ал осындай бір комментарийға 1000 комментарий қарама-қайшы келеді, орысшасын көрген. Я посмотрела, мне понравилось деген пікірлер, көрдіңіз бе? Мәселе басқада, мәселе қазақшаны таңдамауда. Шындап келгенде осыда. Мен халқымызды кінәлағанымыз емес, бұның барлығы халық үшін жасалған дүние. Халқымызға ризамыз, солай болуы да керек. Бірақ менің бір айтарым, бізге сенім артса екен көбірек. Көрсе екен, бұл да біз әрбір фильмнен біздің қалтамыз кеңейіп бара жатқан шамалы. Өзінің құқық иеленушісі бар ғой, соларға кетеді ғой қаражаттың барлығы. Бұл көрермен үшін жасалып жатқан дүние. Мен бала кезімде осы фильмдердің барлығын орысша көріп шықтым. Енді менің балам осының барлығын қазақша көрсе екен деймін. Менің, сіздің, барлығымыздың балаларымыз осына еш қиналмай, ешқандай қарақшылық жолымен емес, сапалы түрде кинотеатрға келді, отырды, көрді, ләззат алды. Одан кейін үйге барып, сол кейіпкерлердің қазақша аттарымен бірге ойнап қазақша әнін айтса, онда біздің бақытымызда шек жоқ. Сондықтан бұл жерде басты проблема таңдау. Қазақ тілін бұл жағдайда таңдауымыз керек. Мысалы, сіздің телеграмыңыз қазақша ма? Бұғаттаулары, ішіндегі настройка сеттингтері, солардың барлығы қазақша ма? Осыдан да басталады ғой. Телеграм мысалы қазақ тіліне аударылды. Оны біле ме екен біздің тұтынушылар? Білмейді. Ол өз тіліміз ғой. Әрине, бірінші кезде қиын болуы мүмкін. Бұғаттау, көшіру, бәйту, сөйту, бүйту, олған үйренбеуіміз мүмкін, бірақ ол біз үшін жасалды ғой, ол қазақшаланды. Ол Қырғызстан үшін емес, Өзбекстан үшін емес, ол Қазақстан үшін, қазақстандықтар үшін қазақшаланды. Тіпті телефоныңызда да қазақша мәтін бар. Ол да біз үшін жасалды, басқа ешкім үшін емес. Ол Диснейге де, Самсунгке де керек емес. 5 тиынға керек жоқ оларға біздің тіл, бізге ғана керек. Сондықтан ақырын соған көше беруге болады. Меніңше бұл жерде агрессияның керек жоқ. Бұған саналы түрде келу керек. Өйткені бұндай нәрсеге агрессиямен келетін адам шынайы тілдің жанашыры емес. Тілді зерттейтін, тілді өз өміріне қосқысы келетін адам оған саналы түрде келеді. Жақында ғана біздің чемпион атанды ғой, Михаил. Соны құттықтап Илья Ильиннің видеосын көрдім. Қазақша құттықтады. Рас қой енді, ол өзі чемпион атанған кезде қазақша білмейтін. Қазақ кәдімгідей құттықтап тұр қазақша. Мен бетім ұстадым, мәссаған. Үйренем деген адам үйренеді. Оған керек пе, ол қазақтың чемпионы болғандықтан ол үйренеді. Сосын Димаштың жазғанына Михаил қазақша комментарий жазды. Түк қиын емес қой. Алды, қазақшалады, жазды. Рахмет деді. Соның өзі қайда жатыр? Ол таңдауда. Ол кісілер таңдап тұрғанда біз неге таңдамаймыз? Сапа жағынан талдайтын мен емес шығар, ол көрерменнің пікірі ғой. Мамандарымыз айтар, кино танушылар айтар бәлкім. Мынау ұнады, мынау фильмге жарасты деген сияқты. Бұл сұраққа жауап бермей қойын, бірақ сүйіктісі қайсы десе, әрине мен музыкалық туындыларды жақсы көремін. Я біз Аватарды да істедік, Муананы да істедік, Арыстан патшаны да істедік, бірақ өзімнің сүйікті, өзім жасаған жобаларым ішіндегі ең сүйіктісі ол Коконың құпиясы. Коко. Орыс тілінде Тайна Коко деп шықты, бізде Коконың құпиясы деп шықты. Осы фильмді мен ерекше жақсы көремін. Бұл менің алғашқы музыкалық жобам, өзім дубляж режиссері ретінде жасаған. Бас аяқ қазақша, ана мексикандықтар кішкене бізге ұқсайды. Олардың дәстүрі, қайтыс болған марқұмдарға деген тағзымы, аруақтарға, соның барлығы біздің тілімізге жарасады. Әндері керемет, оны қазақшалады қайтер. Не керек? Осы менің ең бір сүйікті туындыларымның бірі деп айта аламын. Ал сапасы жағынан білмеймін, бөліп жара алмаймын. Өзім бөліп жара алмаймын. Көрермен айтар. Менің айтарым, ұсынарым тек бұларды көріңіздер, тамашалаңыздар. Келесі жылда, осы жылда әжептәуір фильмдер шығады, Құдай қаласа. Үкіметтің
осы кинотеатрда жүріп жатқан фильмдердің жақсы белсенді келуі, шетелдік компанияның қаржыландыруы, ол үкіметтің соған бір еркіндік беруінің арқасында, ешқандай шектеу қоймауының арқасында. Шындап келгенде біз әлі де енді байқуатты ашық мемлекет болғандықтан шетелдік компанияларды әжептәуір қошеметпен қарсы алып, оларға мүмкіндік бере аламыз. Тек оларға жағдай мүмкіндік жасау. Менің білуімше, дубляж мәселесіне байланысты тікелей қандай қызық өзгеріс болды. Есіме түспей тұр, Еуропа бір елдерінің біреуінде олар ағылшын тілінің боданынан арылу үшін, өз тілінде дубляжды күшейту үшін, өз тілінде шыққан фильмдерді көрсеткен кинотеатрларға салықтық жеңілдік жасады. Ол 1 жылға дейін болған каникул. Кинотеатрлар салықтық жеңілдік үшін өзге тілден арылып, тек өз тілінде ғана көрсетуге тырысты 1 жылдың ішінде. Сол 1 жылдың ішінде ол көрермен арасында әдетке айналып кетті. Соның арқасында олар басқа тілдің боданынан, былайша айтқанда, басқа тілдің әсерінен арылды. Ол тілде де жүріп жатыр, ағылшын тілінде де жүріп жатыр, десе де өз тілінің мәртебесі өсті, көрермен 1 жылдың ішінде әжептәуір үйренді. Осындай бір батыл тәуекелге, осындай бір үлкен қадамға барса екен, енді оны зерттеуші адамдар басқа ғой. Мен қанша дегенмен тек дубляж режиссермін, антропологтар бар, халық зерттеуші бар адамдар, солар бұл туралы бір ақпарат жинап, соған бір кірісіп, сәл бір бағыт-бағдар көрсетіп жіберсе екен. Мен әлі де мамандарға сенемін, мамандар жоқ емес бар. Тек ескі жүйе емес, жаңа жүйенің бір амалын, жолын табу. Өйткені Disney өздері тәуекелмен келіп отыр, ал оның ар жағында қаншама мыңғыр компаниялар бар. Олар да неге бізге келмеске, неге біз олардың фильмдерінде қазақ тілінде көрсетпеске? Бәріне де көруге лайықпыз ғой. Өкініштісі бізде кинотеатрда әлі өте аздау. Сондықтан оған да бір жол ашатын бір амалдарын тапса екен деген ойдамын. Ол үшін үкімет шетелдік компаниялар мен қазақстандық прокаттаушы компаниялардың арасында бір көпір орнатса, ол да бір өзгеріс әкелетін сияқты. Бұл балабақшадағы қазақ тілі, мектепте қазақ тілі сияқты ғой. Тіл ол біздің бір бөлігіміз. Бұл жерде тіл туралы айта беру шексіз тақырып. Маңыздылығы неде? Біріншіден, біздің балалар арасында, қазір қалада өсіп жатқан асфальт балалардың арасында қазақ тілінде сөйлеу не модно деген пікір бар. Бізде әлеуметтік желіде TikTok тілі басқа, Instagram тілі басқа деген сияқты. Сондықтан осы құрал арқылы, бұл да бір медиа құрал, осы құрал арқылы тілдің де замана сай бола алатыны, соны көрсету. Біздің алдымызға шығып кеткен басқа жанр бар қазір, ол қазақ эстрадасы, поп-музыка. Қазақ поп-музыкасы қазір түгелдей кәдімгі тағында отыр. Қазақ эстрадасының танымал әншілері, Әлем болсын, Аяулым болсын, Аяу, бәрі де қазақ тілді орындаушылар. Олар қазір трендте, олар қазір топ орындаушыларымыз, және жастар оған ілікті. Олар біздің алдымызға түсіп кетті, бізге жол салып жатыр. Олар тілдің трендте бола алатын, тілдің замана сай бола алатын. Оны кезінде Найтуайның бастап кеткен әрекеттер ғой. Осы біздің орындаушыларымыз көрсетіп жатыр. Сондықтан да олар да біздің жобаларымызға қатысады. Өйткені тіл осындай бола алады. Біз қазақша жасап жатқан фильмдеріміз өте сіздерге жағымды, сіздің қолданысқа жарай беретін дүние деп көрсетуге тырысып жатырмыз. Соның арқасында тілге деген бір қызығушылық молая ма деген ойдамыз. Десе де бір сондай бір заманауи фильм болып жатса да, ішіне бір-екі бір таза қазақы бір көнерген сөздерді қосып жіберсек, соның арқасында сол сөзді біреу жаттап қалса, ол да біздің кішігірім ұтысымыз. Ал жалпы енді былай дейді ғой, енді кішкене ол да үйде айта да ол сөздің майы шығып кетті ғой. Бұл тіл маңызды, балаларға керек, мән мағынасы мол деп айта беру бәрі де айтады. Кез келген маман айтады бұл туралы. Олардың алдына түспей ақ қойын, айтылды, оған келісемін. Менің қосарым несімен маңызды? Ол бізге керек, ол осы қазақстандық көрермен үшін жасалған. Және тіл әртүрлі бола алады. Тіл менің деңгейімде, сіздің деңгейіңізде, сенің деңгейіңде, кішкентай балаңда деңгейінде сөйлей алады. Тіл әртүрлі. Тіл біздің ең басты байлығымыз. Сондықтан керек, көрейік. Және неге біз кембіз? Неге біз Испаниядан, Италиядан кембіз, Франциядан кембіз?
олардың тілінде сөйлейтін жаңағы кім еді жаңағы Ақшақары, Белоснежка, Snow White. Италияда итальянша сөйлесе, Қазақстанда қазақша сөйлесін. Біздің қолымыздан келеді, солай болсын. Мамандар жеткілікті. Техникалық тұрғыдан Қазақстанда шындап келгенде ашығын мойындау керек. Көп маман оның мән бермейді. Операторлар, дыбыс инженерлері, монтаж мамандары Қазақстанда мықты. Шетелде қандай микрофон тұрса, мына тұрған құрылғылардың барлығы, сіздердің түсіріп жатқан дүниелеріңіз барлығы, оларда бар болса, бізде де бар. Одан ешқандай тапшылық жоқ. Ойбай, Нью-Йорктен келген камера деген нәрсенің барлығы далбаса. Біздің мамандар да түсіре алады оны, істей алады. Техникалық тұрғыдан біз ешкімнен кем емеспіз. Оны мен 100% мойындай аламын. Тіл жағынан әлі де шорқақтаумыз. Тіл мамандары, кино тілін түсінетін, кино сценарий тілін түсінетін мамандар әлі де жеткіліксіз. Олар көбірек болса екен, олар құр тіл емес, кино тілін үйреніп, сценарий жазылуы қалай болу керек, фильмдерді тамашалап, олардың бір қырсын түсірсе, сондай мамандар бізге әлі де керек деп есептеймін. Және осының барлығын, бұл енді бір кішігірім жанр ғой. Бұл жақында ғана келген инсайт. Бұл кішігірім өзге жанр болғандықтан, осы салада жұмыс істей алатын маркетинг мамандары да керек сияқты. Менің ғана емес, жалпы осы саламызда жүрген мамандардың бәрінің де айтатыны дубляж, постпродакшн, яғни фильм шыққаннан кейін оған қосымша өңдеулер қосылатын кезеңде жасалатын нәрсе. Сондықтан менің де айтарым, мұның барлығы біз осы мүмкіндікке секіріп отырмыз, осы Disney осындай мүмкіндік беріп жатыр, болмаса басқа үлкен платформалар осындай мүмкіндік жасап жатыр. Осыны пайдаланып, көрерменге мейлінше көп жақсы дүниені дыбыстауға тырысып жатырмыз қазақша. Оның барлығы біз үшін, өзіміздің қоржынымыз үшін, мен бәленше фильм дыбыстадым деген атақ үшін емес, қаржы үшін емес, шындап келгенде. Сондай-ақ бір қатты қаржы табатын нәрсе емес бұл. Бұл көрермен үшін, көрерменнің санасында және қазақ тілінің қорында, қазақ библиотекасында сақталу үшін. Біз көрмесек ертең інілеріміз көреді, балаларымыз көреді. Бұл фильм бар ма екен өзі? Мен қазір жаңағы Джеймс Кэмеронның «Гладиаторын» қазақша көре аламын ба деп библиотекадан ашып қалса, ол тұру керек, ол жетімді болу керек деген сияқты. Сондықтан мұның барлығы көрермен үшін бірінші кезекте жасалады. Тек бұны таңдау керек. Бізден көп нәрсе, бұл әрине оңай емес таңдау. Біз бұған жатырқауымыз мүмкін, қабылдамауымыз мүмкін, бірақ таңдау, шешім тек біздің қолымызда. Бір айтарым, жалпы айтарым. Дубляждан тыс, біздің қазақ жерінде жүрген адамдар ретінде, Қазақстан жерінде жүрген адамдар ретінде тілді таңдау, ол біздің қолымызда. Соны жасасақ екен, сонда меніңше бұл да бір жұмсақ энергия, бұның барлығы көп құбылыстар өзгере бастайды. Біздің Қазақстан үшін жақсы ұтымды сәттер көбейеді. Тек бұның барлығы агрессиясыз, саналы түрде тілді таңдау деген сияқты қадамға баруымыз керек. Ол азаматқа да айтылады, ол продюсерлерге де айтылады, ол әкімдерге де, министрліктерге де, басшылыққа да, телеарналарға да, бәріне де айтылады бір мәселе. Жалпы біліктілік мәселесі ғой. Әр адам өз ісіне адал болу керек. Мейлінше өз ісімен айналысып, жаңағы мультизадачность деген нәрсе бар. Мен одан кішкене қашқақтаймын. Адам белгілі бір нәрсеге фокус бағытталып, сол өз ісінің маманы болып, біліктілігін жақсартып, сол жақтан сол өз саласын кеңейте берсе, ол 100% жақсы, сапалы дүние бере алатын таптыртпас маман болады. Сол таптыртпас деген сөзден айырылсақ екен деймін де, мамандар көбірек болса екен деймін. Жаңағы айтып отырмын ғой, тіл мәселесі. Телеарналарда әлі де, жаңа бағана айттық, біз калька дедік, стилистикалық қателіктер, фильмді зерттемеу. Фильм деген бір керемет, кино деген бір керемет көркемөнер ғой. Қаншама керемет мастерлер бар. Мен мысалы қазір Стэнли Кубриктің кейбір фильмдерін телеарналарға еш кезеңде бере қоймас едім. Өйткені Кубрик сияқты авторды түсіну керек, меніңше. Сондықтан бұл жерде біздің мамандарымыз, әріптестеріміз көбірек ізденсе екен, тек телесериал, түрік пен корей сериалдың аясында ғана емес, жалпы әлемдік киноны зерттесе екен деймін. Сондықтан бәріміз де білікті маман болайық, өз елімізге, өз тілімізге лайық, тілімізге де халқымызға да адал еңбек ету керек. Адал жеген асыңнан артық нәрсе жоқ.